Сосын бұның цехтері қалай болады? Майлай ма өзі себі? Ал, ассалаумағалейкум балықшы ағайын. Біз Бамикс Қызылорда қаласында Паспорты бар ма? осындай Неше километрде себай бастайды? мотоцикл алайын деп жатырмыз. 250 куб. Мына жақта еще пультпен оталдыруға болады. Мануал деген май құяр ма? Базар жоқ. Пультпен Қалай олға. шиқылдап қалсың ана? А? Неге Пульт бар. пульт па шиқылдап атқан? Иә. Короче, ана, мен пультті аласың да, база саласың. Ал жігіттер, егер осындай мотоцикл алуларыңыз келсе, мына жердегі контактілерге хабарласайық. Қызылорда қаласында. Мінекей қараңыздар, осындай түрлері бар екен. Сосын мына жақта осындай түрлері бар. Мыналарда 250 куб. Қараңыздар. Мынау енді более мощныйлары ғой. Бұлардың өткен дөңгелектер үлкен болады. Сосын одан кейін мынандайлары бар екен. Қайқыбел дей ма? Сондай деп айтады әйтеуір осыларды. X88 Bamix. Бұрын желмая моды еді. Қазір Bamix деген модельдер шығып жатыр. Bamix тренд болып жатыр қазір желмая қарағанда. Желмая уже в прошлом. Ол бұрынғы болып қалды. Қараңыздар, мына Bamix қараңыздар. Мәссаған, мынау теккен деген. Орындығын қарасаңыздаршы. Дөңгелегі мынаның айғыр. Бұлар енді үлкен жігіттерге арналған ғой. Ал жігіттер, құттықтап қойсаңыздар болады. Мен сөйтіп Bamix-тің жүргізушісі болайын деп жатырмын осындай. Каскасы бар. Мінекей, сауалбалық барлығы. Міне покрышкасын қараңыздар. Мәссаған. Мынау не деген кубиктар? Пресс қой мынау деген, пресс. Ал қайтып бара жатырмыз. Үй жаққа барып құрастырамыз бұйырса. Что жаңа Bamix-тің данымен жазып, сол жақтан хабарласып алсаңыздар болады. Басқа қалаларға ссылкамен жібереді. Апасы керемет қой. Бәрін құрастырып берді жігіттер. Машинаға тиеп, барлығын дайындап берді ғой. Қазір үй жаққа барамыз да, бір дөңгелегін салып аламыз. Сонымен құрастыратын боламыз. Жігіттер, бүгін кеше Bamix-тен алған мото көлігіммен балыққа барайын деп жатырмын енді. Үйреніп алдық уже. Қалай айдайтын бәрін түсіндік. Енді бұны обкаткадан шығамын дегенше жаймен қыздырмай, демалдырып, обкаткадан шығаратын боламыз. Ал, ақ жол, кеттік ал. Қазір жолдан магазиннен су алып алу керек. Сөйтіп тартамыз. Оппанки. Кнопканы. Не қыласың, бір жерге қойып кетесің бе, тығып? Иә, алып жүрем өзің. Қалтаға салма, басқа бір жерге. Иә, конечно. Кеттік ал. Мотоцикл мощный. Не айтамыз енді, не дейміз бұл мотоцикл туралы. Сөз жоқ. Ішке саламыз. Сарыағаш алып алдық. Қатты мұз емес екен. Күн ыстық бізде, циклон. 40 градус. Сарыағаш салып аламыз.
Достар, мына жерде мен аулайтын жер тұр. Су түсіп кетіпті. Енді ар жақ басына бару керек. Неге отырмын дейсіздер, өйткені мотоциклді кішкене суытып алу керек. Енді обкаткадан өткізіп жатырмыз не дегенмен. Шамалы суытып алайын да бір 10 минуттай. Сосын ары қарай кетеміз ар жағы. Су бірақ өте қатты түсіп кетіпті. Достар, қараңыздар, ар жаққа келдік. Балық көрінбейді. Мотоциклді ар жақтан көлеңкеге қойып қойдым. Көзім былай шамалы көріп қайтайын дедім. Кішкене суытып аламыз да. Ар жақтарды кішкене көрейін. Сосын ары қарай барамыз. Опа, 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 опа. Ой, ё-моё, қақырып тастады. Мен ана жақ терең бе екен? Оны ойлап тұрмын да мен. Ана жақ терең сияқты ғой. Ой, нормально амур екен. Душқа түсірді ғой мені. Жай қарап тұрсам, шөп жеп жүр ғой. Мінеки, қазақ бір елік амур. Шөп жеп жүрген жерінен сұлатып түсірдік. Қамсы көріңіздер ме, қалай орап тастаған. Ал осылайша алғашқы балығымызды атып алдық. Бұл кішкентайлау, әрине. Бірақ мен қазір ар жағына қарай барып трофей іздейтін болған. Маған үлкен балық керек. Үлкен амур болса, немесе жылан балық болса, вообще керемет. Опа. Devam bakalım. Devam. Қараңыздар, әдемі амал. Мінекей. Көрдіңіздер ма? Әдемі амал.
Құлатып сырнам орда. Наконец сазан. Опа, әдем сазан міне. Жігіттер. Сазанеллоу алғашқы. Бір келі. Аяқта қолым шешіліп кетіпті. Тегіз алмай әйтеуір. Тегізгенім ол. Сазанға тегіз оңай емес. Қараңыздар. Тамашасы. Опа. 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 Бар. Тамаша. Ал достар, короче, мотоциклді әкеп қойдым. Жаққа түсіп көреміз. Шықпеттай. Қалат деген ай. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп қойық. Енді мен қайтам мотоциклмен.